Сәлем достар, сіздермен бірге Олжас Менғали, Grand Chess Tour, Super Bad Chess Classic Romania, 8-ші партия, Ян Кшиштоф Дуда, Польша мемлекетінің азаматы, 2021 жылғы әлем кубогының жеңімпазы, оған қарсы Алириза Ферузджа. Жалпы Иран ислам мемлекетінің кезінде азаматы болған, бірақ Франция мемлекетіне көшіп кетті, және сояқта қазір Франция мемлекетінің атынан шығады. Кеттік. D4, D5, C4, C6, Slav Defense, немесе славян қорғанысы, AC3, ATF6, CD, CD, PLF4, AC6, I3, F5, ATF3, E6 және әзір B3. Сіздер өте жақсы білесіздер деген ойдамын. Бұл атақты Филидор ережесі 3-ші және 6-ші қатардың қаншалықты маңызды екенін сіздер деген өте жақсы білесіздер деген ойдамын. Піл B4 енді байлау әдісі және піл B5. Піл B5 осындай жүрістерді сіздер деген жақсы білесіздер деген ойдамын. Патшаны сәйгіріздік және піл C6. Піл C3, вәзір C3. Егер де әрине бұлай жейтін болса, онда сіздер деген емнеркін бұлай да жеуге мүмкіндік бар болатын шығар. Мүмкін бірден патшаны сарайға кіргізесіздер ме, басқа да амалдар қолдануға болады. Ат I4 және вәзір A3 жедік және тура C1. Бірден артта қалған мына сарбаздың қал жағдайын білгісі кеп тұр және осы сарбаздың кемшілігін көрсеткісі кеп тұр. G5 орталық тұрақты, соған байланысты оң қанатта және сол қанатта емнеркін шабуыршысы болады. Піл G3, тура C8 және ат D2. Бұл енді заманауи шахмат, бұған таңғалудың қажет жоқ. Бұлар деген емнеркін осындай шешімдерді қабылдай береді. Өйткені егерде бұлай жейтін болсаңыздар, онда бұлай жейтті арғырай ойнай береді. Өйткені орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта емнеркін ойнауға болады және патшаны да емнеркін орталықта қалдыра беруге болады. Ешқандай қиындық жоқ. Ат G3, бұл жерде енді екі мүмкіндік бар. Біріншіден бұлай жеуге болады, екіншіден бұлай жеуге болады деген сияқты. Мысалы, бұлай жеуге болады және әрине бұлай да жеуге болады. Бірақ жалпы негізгі ережелердің бірі өзіңіздің ойыншыларыңызды, өзіңіздің сарбаздарыңызды орталыққа жақын орналастырған дұрыс. H, G және бірден H жолын сіздер деген ашасыздар, және болашақта осы жолдың қаншалықты маңызды екенін сіздер деген жақсы білесіздер деген ойдамын. Патша G7, тура C5, бірден мына сарбазға қимылдауға мүмкіндік жоқ. H8 және тура A5. Осымен мына сарбаздан әріп қалады деген ойдамын. C7, жедік және жедік. Мен үшін түсініксіз әрине Алириза Ферузджаның осылай славян қорғанысын ойнауы, exchange variant дейді, немесе айырбастау вариантын осы ойнаған мен үшін түсініксіз. H5, орталық тұрақты, соған байланысты емнеркін сіздер деген өзіңіздің мысалы іс-әрекетіңіз жасасаңыздар болады. B3, H4, жедік және ATF3. Бірден мына сарбазға шабуыл жасау амалдарын қарастырады. Піл G6 және тура H3. Тағы да бір рет біз деген атақты Вильгельм Штайнис ережесін есімізге түсіреміз. Қаншалықты осы 3-ші және 6-ші қатардың маңыздылығын ауыр фигуралар үшін сіздер жақсы білу керексіздер. A8, жедік және A4. Піл C2, жедік және піл B3. Тура G4 шах, бұлай және тура F4. Қазіргі таңда енді бірден өзінің атын негізгі орталыққа қойғысы кеп тұр. Бұның ең басты мақсаты мына жерге және мына жерге шабуыл жасау. Неге A7 деген жүріс жасады, мен үшін түсініксіз. Бұлай қарасаңыз рейтингісі масқара 2785. Неге осындай жағдайға барады деген сияқты. Мүмкіндік бар болды бұл жерде, мысалы бұлай, F6 шах, бұлай және бұлай. Бір ерекшелігі бар болғаны мынандай торларда орналасқан, бұған енді аса қорқудың қажет жоқ. Әрине бір сарбаз жеткіліксіз, бірақ мына атпен мына тура сіздерді жеңе алмайды. Егер де екеуі қалатын болса және бір ат болатын болса, ал тура болатын болса.
A7, A5, былай және A6. Ат G5. Жедік, шах, былай F6, былай F5 және екі сарбаздан айырылып қалды. Екі сарбаздан айырылып қалды және бұл енді өте үлкен басымдық. Өте үлкен басымдық. Мынаяқта төртеу, мынаяқта бар болғаны екеу. Былай рентген деген іс-әрекеттердің бірі, бірақ енді бұдан қорқып тұрған Ян Кшиштов жоқ. Шах, ат G5, сіздер білесіздер, уәзір мен аттың үйлесімділігі қаншалықты мықты екен. Тура деген тік жолмен және көлденең жолмен жүретін болса, ал ат деген Г жолмен жүреді, олар бір-бірін жақсылап тұрып толықтырады. A2 қомағайлар қатарына кірді. Сіздер білесіздер. Ат H3, G4. Орталық тұрақты тез арада мына сарбазды мысалы сіздер деген тез арада осы уәзірге айналдыруға тырысырсыз. Өтетін сарбаз шетте тұрады. Шах, былай және G5. G6, бұны тоқтататын ешкім жоқ. Патшаның белсенділігі бұл маңызды, бірақ мына сарбаз енді қатты тез бармайды деген ойдамын. Өйткені бұл сарбаздың көптеген мүмкіндіктері шектеулі. I8, D8 шах, осымен ойын аяқталды. Мен үшін түсініксіз, Риза Феруджи неге осындай варианттарды ойнайды, неге тыңғылықты дайындалмайды деген менде сұрақ туындайды. Әрине, бұлай жүретін болса, онда мүмкін бұлай да жүрге болатын шығар, және бірден мына сарбазды жеуге мүмкіндік бар. Егер де бұлай жүретін болса, әрине мынандай іс-әрекеттердің арқасында артынан шабуыл жасау амалдары бар деген ойдамын. Осымен Ян Кшиштов жеңді. Сол себепті ертең соңғы партия және осы соңғы партиядан кейін бәліқ анықталады деген ойдамын. Дин Лежен тез арада тең түсті, оны көрсеткім келмеді, және Ян Непомнящий да Уэсли Соға қарсы тез арада тең ойын ойнады. Әрине, өткен Дин Лежен өзінің секунданты Рихард Раппорт ойнаса, ал Ян Непомнящий Уэсли Соға қарсы ешқандай қарсылық көрсеткен жоқ, тез арада тең аяқтады. Екеуі де шаршағаны білініп тұр, сол себепті ертең бұның барлығы аяқталады. Жақсылықта кездесейік, сау, сәлемет болыңыздар.